сіздің беліңіздің тұсында ауру сезімі бар, бірақ сіз білмейсіз. Беліңіз ауырып жатыр ма, бүйрегіңіз ауырып жатыр ма? Сіз оны қалай ажырата аласыз? Егер сіздің бүйрегіңіз ауыратын болса, жалпы қан анализін, жалпы зәр анализін, креатинин, мочевина тапсырып қойыңыз. Бұл анализдердің барлық таза болатын болса, онда сіздің беліңіздің омыртқасында проблема бар деген сөз. Не үшін бізде бел омыртқасының проблемасы бүйректің тұсындағы ауру сезімді береді? Өйткені бүйректің тұсына да нерв талшықтары бел омыртқасынан таралады. Сондықтан егер сіздің бел омыртқаңызда проблема болатын болса, ол бүйрек ауруы сияқты сезім береді. Ал егер действительно бүйректе проблема болатын болса, тек қана бел аурудан бөлек сізде анализдеріңізде лейкоцит, эритроцит көтеріледі, және де белок жоғарылайды. УЗИда хронический пиелонефрит немесе тас шығуы мүмкін. Ал басқа жағдайдың көбісінде омыртқадан болады проблема.